Қымбатты ханымдар, ақ жаулықты аналар, қара көз қарындастар, баршаңызды ең ізгі, ең мейірімді, сұлулық пен салтанатқа толы халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тіршіліктің тірегі де, жер жаһанның жүрегі де, шаңырақтың шырағы мен шарайнаның шырайы да, өнер мен өмірдің де мәні сіздер қымбатты ханымдар. 8 марта – это не просто дата в календаре, это символ бесконечной любви и нежности, силы и мудрости, которую каждый из вас несет в себе. Именно вы создаете уют в доме, принимаете активное участие в воспитании детей и формируете их мировоззрение. При этом вы воспитываете не только своего ребенка, вы воспитываете нацию. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что государство всегда будет уделять особое внимание реализации потенциала женщин, защите их прав и укреплению семейных ценностей, обеспечению гендерного равенства. Мереке құтты болсын, аналар жаулығын кір шалмай, арулар жүзіне күлкі ұяласын. Сәбилеріміз тыныш ұйықтап, ұрпағымыз бақытты ғұмыр кешсін.